Сәлем достар, мына ағылшынша к әрпіне қоямыз. Мына астында да тұр. Одан кейін ортаңғысын 1,5-ға қоямыз. Одан кейін мынаусын 3-ке қоямыз. Сонда зигзагымыз майда әрі әдемі болып шығады. Матамызды, оюымызды зигзагтап бастаймыз. Асықпай, майдалап, осылай тігіп шығамыз. Бұны алдыңғы видеомда қалай жабыстыру керек екенін көрсеткем, матаға оюды. Енді оны зигзагтауды көрсететін боламын. Асықпай мына. Тігісіміз майда әрі көрнекі көрінетін болады. Мына өте әдемі болып шығады. Осылай асықпай жасасаңыздар. Менің алдағы видеоларымда қарасаңыздар, ол жерде құрақтың неше түрі оңай жолдары көрсетілген. Әрі матаны қалай пішіп, қалай лентасын қырқуды көрсетті. Егер де керекті ақпарат болса, сол видеоларымнан қарасаңыздар болады.
Міне достар, менің ойым осындай шықты. Дәл осылай методпен жасасаңыздар, оюларыңыз әдемі әрі көрнекті көрінетін болады. Мына мен жасаған бірнеше түрі бар. Қазір соны көрсететін боламын. Міне қараңыздаршы, әдемі өзі. Майда тігіспен тігілді. Астарында да бірнеше тігіп қойғам. Бұл құрақтарды, оюларды бұдан да әдемі шығау керек деп уайымдамаңыздар. Бірте қолдарыңыз үйренетін болады. Бірден жасай салып әдемі шығады деп, шықпады деп еш уайымдаудың қажеті жоқ.